Баршаңызға қайырлы күн, құрметті 7-ші сынып оқушылары, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта 7-ші сыныпқа арналған кітаптың 89-ші беттегі тапсырмаларына жауап жазатын боламыз. Міндетті түрде арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар, себебі алдағы уақытта пайдалы сабақтар көп болады. So let's start vocabulary 8-ші A модуліндегі тапсырмалар. 5-ші тапсырмадан бастайық. What is the best alternative title for the text? Яғни сіздер тексті 88-ші беттегі осы тексті оқисыздар және осы текстке альтернативті тұрғыдан қандай басқа тақырып таңдайсыз, соны таңдап жазу керексіз. Және мен B деген вариантты таңдадым. Healthy sleeping habits. Яғни альтернативті тақырыптарының бірі жақсы сәйкес келетіні healthy sleeping habits. Бұл бізде 5-ші тапсырманың дұрыс жауабы. Келесісі 6-ші тапсырма. Your friend feels tired and cannot concentrate at school. Advise him or her what to do. Сенің досың өзін өте қатты шаршаңқы сезінеді. Және мектепте ол өзін concentrate деген мысалы бір қалыпқа келтіру деген сияқты өзін режимға келе алмай жүр. Яғни сен оған қандай кеңестер бересің? Соны өзіңіз жазып шығу керексіз. 6-ші тапсырма. Міне оқушылар 6-ші тапсырмаға да жауап жазып қойдым. Яғни шаршап жүрсеңіз немесе режимға келе алмай жүрген болсаңыз, досыңызға былай кеңес берсеңіз болады. Exercise 6. You should go to bed earlier. You shouldn't spend much time on gadgets. You should eat healthy food. Try to spend more time in the fresh air. Осымен бізде 6-ші тапсырманың дұрыс жауаптары аяқталады. Келесі тапсырма бізде 7-ші тапсырма. Healthy lifestyles. Fill the correct words or phrases from the list. Check in your dictionary. Жоғарыда беріліп тұрған feel positive, feed, sleep. Осы сөздерді төмендегі A мәтініне реттілігімен дұрыс вариантымен қоясыздар. Яғни біріншісіне мысалы fit болуы мүмкін деген сияқты. Және осында екі мәтін бар. Екінші мәтін B мәтіні. B мәтінінде overweight, balanced, physical деген осы үш сөзді қолданып жазасыздар. Ал ендеше 1-ден 6-ға дейінгі дұрыс жауаптарды көрсетейін. 7-ші тапсырма бойынша оқушылар C мәтінінде бар мына жерде support, share, stressed, яғни 9 дұрыс жауапты көрсетуім қажет. Міне оқушылар 7-ші тапсырманың дұрыс жауаптары 9 дұрыс жауап. Біріншісіне feel positive, екіншісіне fit, үшіншісіне speed, төртіншісіне physical, бесіншісіне overweight, алтыншысына balanced, жетіншісіне stressed, 8-ші share, 9-шы support. Бұл бізде 7-ші тапсырманың дұрыс жауаптары. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі тапсырма 8-ші тапсырмаға назар аударайық. Listening тапсырмасы. Listen to Neil talking about his lifestyle and answer the questions. Listening бойынша Нейлдің өзінің өмірі туралы айтып жатқанын тыңдау керексіздер. Және сол бойынша төменде беріліп тұрған 4 сұраққа жауап берулеріңіз қажет. 8-ші тапсырманың сұрақтары. How much sleep does Neil get every night? What exercise does he do after school? What does Neil eat? And who gives him support when he is stressed? Оқушылар, өкінішке орай бұл listening тапсырмасы болғаннан кейін мен сіздерге дұрыс жауаптарын бере алмаймын, бірақ келесі тапсырма 9-ші тапсырманың дұрыс жауаптарын қарайық. Imagine you are on interviewer on a TV health show. Interview your partner about their lifestyle. Ask and answer the following questions. Then change roles. Өзіңізді қандай да бір телебағдарламада health, яғни денсаулық бойынша, жалпы денсаулық тақырыбы бойынша сұрақтарға жауап беріп отырмын деп елестетіңіз дейді. Және мына төменде беріліп тұрған 6 сұраққа өзіңізді интервьюда отқандай сезініп жауап беруіңіз қажет. Досыңызбен бірге жауап берсеңіз болады, және одан кейін сіздер өздеріңіздің рөлдеріңізді ауыстыруларыңыз қажет. Яғни бастапқы рөлде сіз интервьюді сұрақ қоятын адам, одан кейін интервью беретін адам, одан кейін ауысып алсаңыздар да болады. Ең бастысы 9-ші тапсырманың дұрыс жауабын көрсетейін оқушылар. Міне, дұрыс жауабы. Сұрақ. Do you have a healthy lifestyle? Yes, I definitely trying to have a healthy lifestyle.
How much sleep do you get every night? Every night I sleep 7 to 8 hours. What exercise do you do every week? I do exercise every morning. Sometimes I go out with friends to play football or volleyball. Do you have a balanced diet? What do you eat? Not always. I like to eat junk food, but I do it not so often. What makes you stressed? I feel stressed when I have a lot of homework to do, especially before the exam. Who gives you support? My family and friends give me support. Support деген қолдау. Осымен бізде 9-шы тапсырманың дұрыс жауаптары аяқталады, яғни сұрақтарға интервьюда отқандай сезініп жауап беріп шығу. Осымен бізде 9-шы тапсырма аяқталады. Келесі тапсырма бізде 10-шы тапсырма, соңғы тапсырма, writing тапсырмасы. Use your answers in exercise 9 to complete the text about your lifestyle. Read it to the class. Use the text A in exercise 7 as a model. Бұл жерде сіздер 9-шы тапсырмада жауап берген жауаптарыңызды қолдану арқылы төменде беріліп тұрған мысалдарды алып, өздеріңіз мәтін құрастырып шығуларыңыз қажет. Міне оқушылар, 10-шы тапсырманың дұрыс жауабы, мен сіздерге дайын мәтін дайындап қойдым. Дұрыс жауабын оқиын, мәтінді оқып берейін. Modern life is very chaotic and stressful. That's why we should keep to a healthy lifestyle in order not to get depressed and not to feel bad. A healthy lifestyle consists of active mode of life, healthy diet, avoiding stress, and absence of bad habits. If you are active, you feel better. You may go to a gym or swimming pool, do some other sport or simply walk more. Sport is a good way to reduce stress and improve your state of health. It is also possible to exercise or walk with someone. If you train with friends, you'll enjoy yourself even more. A diet is also very important. You should eat regularly and choose fresh and healthy food. It is essential to eat enough fruit, vegetables, and meat. Don't eat too much sugar or consume sweet fizzy drinks. Sugar affects your heart and can fuel you for a long time. Finally, you should try avoid stress or at least take it easy and don't be too nervous. Nervousness has a negative impact on our health and causes many diseases. So, do the bad habits. Smoking and drinking too much alcohol can be very harmful. Thus, it is not so difficult to lead a healthy life. It may become your good habit. As soon as you improve your quality of life, regulate your diet and physical exercises, you will see good results and feel yourself much better. You won't have an idea of returning to your previous lifestyle anymore. Осымен бізде 10-шы тапсырманың дұрыс жауабы аяқталады. 10-шы тапсырмада сіздер 9-шы тапсырмада жауап берген жауаптарыңызды қолданып, пайдаланып, өздеріңіз мәтін құрастырып шығуларыңыз қажет. Яғни, healthy lifestyle тақырыбында. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Осымен оқушылар, 89-шы беттегі тапсырмаларға жауап беру сабағы аяқталды. Бүгінгі сабақ сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Себебі бүгінгі сабақта бірнеше тапсырмалардың дұрыс жауаптарымен таныстырып көрсеттім. Сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде арнама тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта пайдалы сабақтарды жіберіп алмас үшін колокольчик батырмасын басып қойыңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар оқушылар. Сіздермен бірге болған Ингл Туб арнасы.